Бәріңе сәлем, байланыста жұмбақ әлем. 31 желтоқсан жақындап қалды. Әлемнің көптеген елдерінде жаңа жылды тойлайтын күн. Бірақ неге бұл күн? Жалпы жаңа жыл мен жарнамадағы Санта-Клаус қалай пайда болғаны туралы ойланып көрдіңіз бе? Олай болса, бұл туралы бүгінгі шығарылымда айтатын боламыз. Әдетте жаңа жылды 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні тойлайды. Шындығында бұл дәстүр көне Римнен бастау алады. Ол замандарда жаңа жылды көктемде, наурызда атап өтіп, және 10 ай 304 күн құрайтын күнтізбені қолданды. Жалпы астрономиялық тұрғыдан жаңа жылдың келуі наурыздың 20-сына 21-не қараған түні, күн мен түн теңелгенде келетін факт болып табылады. Және барлық түркі елдерінде дәл осы күн тойланады. Біздің дәуірімізге дейін 753 жылы Римде Нума Помпилиус есімді патша билікке келді. Ол ескі ережелерді қайта қарауға шешім қабылдады. Ол күнтізбеге тағы 2 ай қосып, Янус пен Фебрус құдайларының құрметіне оларды қаңтар және ақпан, орысша январь мен февраль деп атады. Патшаның күнтізбесі күн цикліне емес, айдың фазаларына бағытталып, жалпы есепте 355 күнді құрады. Ежелгі римдіктердің аңыздары бойынша 200-ді Янус құдайы барлық бастамалардың иесі деп аталды. Ал наурыз орысша март айы Марстың құрметіне аталған. Патша жылдың 1 айы соғыс пен күрес құдайы Марстан гөрі Янустың атымен басталған дұрыс деп шешті. Римдіктер әр айдың 1 күнін календ деп атады, ал қазіргі қолданыстағы календарь сөзі осыдан шыққан. Біздің дәуірімізге дейін 46 жылы атақты Рим қолбасшысы Юлий Цезарь күнтізбеге қосымша өзгерістер енгізді. Ол күндер санын 365-ке дейін арттырып, хронологияны ай циклінің орнына күнге қайта ауыстырды. Бұл күнтізбе Юлиан күнтізбесі деп атала бастады, ал қаңтар жылдың 1 айы ретінде сақталып қалды. Рим империясының құлауынан кейін шатасулар басталып, жаңа жыл әртүрлі уақытта тойлана басталды. Орта ғасырлық Еуропаның христиандары жаңа жылды 25 желтоқсанда атап өткен. Бірақ бірте-бірте Еуропа елдері де күнтізбені ретке келтіру үшін 1 қаңтарды жаңа жылдың басы ретінде мойындады. Бұл күнтізбеге Франция 1564 жылы, ал Ресей 1725 жылы ауысқан болатын. Ал енді Санта-Клаусқа келейік. Санта-Клаустың бейнесін 1823 жылы семинария оқытушысы Климент Кларк Мур ойлап тапты. Ол Рождество кезінде әйелі мен балаларына өзі жазған Рождество қарсаңында атты өлеңін оқыды. Ал Сантаны 8 бұғымен келіп, мұржа арқылы үйге кіретін мейірімді эльф ретінде бейнеледі. Негізінде ол өз өлеңін жариялағысы келмеген. Бірақ автордың достарының бірі Мурдың шығармасын Сентенель газетіне апарады. Сантаның алғашқы бейнесін 1862 жылы мультфильм суретшісі Томас Насс салған. Ол 24 жыл бойы танымал Harper's Weekly журналының мұқабасына арналған суреттер салған. Суретші Клаусты солтүстік полюсте тұратын етіп көрсетті. 1885 жылы баспашы Луис Пранк Сантаға қызыл тон сыйлады. Ал кейін бүкіл Америка түрлі түсті литография техникасы пайдаланылған Рождестволық құттықтау хаттарымен таныса бастады. Ал 1930 жылы Coca-Cola компаниясы өнімдерін жазда да қыста да ешкім ұмытпау үшін жарнамалық айла ойлап тапты. Чикаголық суретші Хаден Санблом Санта-Клаусты Coca-Cola'ның қызыл және ақ түстерімен бейнеледі. Осылайша Сантаның заманауи бейнесі дүниеге келді. Бұл суретте Санта кішкентай эльф емес, алып етіп көрсетілді. Ал оның шанасына Рудольф есімді тағы бір бұғы қосып берді. Ал менің бүгінге айтарым осы. Жаңа жылды жақсы қарсы алуларыңызға тілектеспін. Каналға тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.